Қадірлі қонақтар, құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, биылғы жаңа атап өткендей Амангелді Иманов атамыздың 150 жылдық мерейтойы бүгінгі туған күнінде елорда төрінде тұсау кесіліп отыр. Жалпы осы атамыздың жаңағы халқы сол кездегі ұлт азаттық көтерілістегі отаршылдыққа қарсы бағытталған аталарымыздың ерліктері және халықтың бірігуіне, ұлттық сананың қалыптасуына бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, еліміздің ары қарай қалыптасуына көп әсер еткендігі белгілі. Бұл шара ұлттық музейлердің арасындағы ынтымақтастықтың арқасында жасалып отыр. Республикалық ғылыми конференция, бүгінгі көрме, атаулы көрме осының дәлелі. Осыдан бір ай бұрын өз елімізде де ұлттық музейдің қорынан көрме ашылған болатын. Ұлы дала әміршілері деген. Сол жерде 3 алтын адамның жәдігерлерін көруге елдің халқы да қатты қызығушылық танытып отыр. Енді сол үрдіспен бізде елден Амангелді Иманов атамыздың және оның сарбаздарының жүріп өткен жолдарын паш ететін құнды жәдігерлерді осы музейге алып келіп отырмыз. Бұл жәдігерлердің барлығы тарихымызға үңіліп, және оны да келер ұрпаққа сабақ болатындай шара болады деп ойлаймыз. Шараға елден зиялы қауым өкілдері, ел ағалары, Амангелді атамыздың немересі Батырұлан Рамазанұлы Амангелдиев, шөберелері, шөпшектері және атамыздың сарбаздары болған сарбаздарының ұрпақтары қатысып отыр. Енді осы шараны ұйымдастыруға көмектескен, осы шараның негізін жасап жатқан осы ұлттық музей басшылығына, қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Істеріңізге тек сәттілік тілейміз. Көп рахмет.